Сәлем қыздар! Бүгін сіздермен шоколадты творожный пирог пісіруді үйренеміз. Бұл пирог бірінші жасағаннан әрбір қыз баланың қолынан келеді. Тіпті мектеп оқушысы да пісіре алады. Бірінші жасағаннан үлпілдеп болып шығып, отбасыларыңыздың сүйікті тағамына айналады. Керек ингредиенттердің құрамын видеоның соңына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, оған қантты қосамыз. Одан соң сүтімізді, күнбағыс майын қосып, жақсылап миксерменен араластырамыз. Біркелкі масса болуы керек. Кейін електен өткізілген ұнымызға қопсытқыш қосып, оның үстіне какао қосып, үшеуін араластырамыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, миксерменен жақсылап түйіршіктері қалмағанша араластырамыз. Көлемі 30 см форманы алып, шоколадты массаны біркелкі етіп құямыз. 30 см форманы алғандарыңыз өте дұрыс, себебі пирог өте үлкен болып шығады. Енді творожный массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, қант, жұмыртқа, күкірт крахмалы қажет. Блендердің көмегімен творогымызды жақсылап езіп, түйіршіктері болмағанға дейін араластырамыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдай болса, үйде қарапайым тұрмыста қолданып жүрген ситаминнен шанышқыны пайдалансаңыздар болады. Творожный массамызды салу үшін бізге кондитер қапшығы қажет болады. Егер сіздерде кондитер қапшығы болмаса, үйдегі қарапайым салафанды пайдалануларыңызға болады. Бетін жақсылап жауып, ұшын қайшымен қиясыздар. Енді шоколадты қамырдың бетіне творогты массамыздан төртбұрышты төрткөздерді саламыз. Осындай ретпен творогты массамыздың біткенше қайталап бірнеше қатарынан салып шығу керек. Пирогтың құрамы үйдегі бар қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Бірінші жасағаннан жеңіл, оңай әрі дәмді болып шығады.
кез келген адамның қолынан келеді. Дастарханыңыздың сәніне айналып, әрбір жанды өзіне ғашық қылдырады. Отбасыңыздың сүйікті тағамдарының біріне айналатынына сөзсіз сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.